болды, енді молодец деп айтқым келіп тұр. Осы енді қалпыңнан тайма, ар жақтан енді Перизаттың мамалары көріп отыр, енді жақсы сөйле деп айтқым келіп отыр. Рахмет Айдана. Баласы ханым. Мен айта кетсем, Баласы ханым. Иә, Енді көргеніне қуанып отырмын. Негізі ойлап едім, Нұрсұлтан екеуі де бір кеми қалама деп эфирға. Нұрсұлтанның настойчивосына мәзіп отырмын, енді анасымен де сөйлестім, ағасымен де сөйлестім деп отыр ғой. Молодец, енді Перизаттың өзімен сөйлесіп көрдің ба бір? Алдында енді бөтен қыздармен видео түсіргенің бар дегендейші, ол жағына Перизат қалай қарады, сол маған қызық болып отыр да? Ол жағына енді Перизат өзі жауап берсін, Баласы ханым. Я Баласы ханым, ал корпоративке мен дағын өзі шақырылған адамын, бірақ мен Қырғызстанға кетіп қалғаным үшін, мен ал жаққа Шымкентке бара алған жоқпын. Корпоративке любой адам барса, ал жерден ойын болады қой, мен аға еш ренжіген жоқпын. Тем более Зарина ал бұның досу. Айгүл Тоштөк тек қана алар вместе отырды деп ойлаймын, и все. Иә, расымен де Баласы ханым, ол жақта ешқандай бір артық адам болған жоқ. Ол кісілермен де енді сыртта өзімен бөлек таныстырып қойған болатын деген сияқты. Ондай нәрсеге бір енді майда шүйден нәрселерге Баласы ханым біз үйтіп деп бүйтіп аузымызды ашып ұрса беретін адамдар емес. Біз ұнамай ма, ұнамайды деп айтамыз, болды келесіде олай жасамайық деген сияқты. Енді мен білуім бойынша Перизат қызғаншақ қыздардың қатарынан ғой. Бұл кісі Айгүлге үмітке орап келген, ол жағына бүйтіп бір жақсы қарым-қатынаста қалып қалғанына қалай қарайсың өзің? Жоқ, енді сол жақта қызғаншақ қыздардың қатарынан дегенде, иә, дұрыс, әрбір адам баласы қызғанады, Баласы ханым өзінің жанындағы адамын деген сияқты. Енді бір ол жақта мен бір қызғанатын дүние істеген жоқпын. Барлығын түсінеді, Инстаграм, желі, интернет деген сияқты. Оның барлығын түсінеді, барлығын айтып түсіндірдім, өзі де айтып түсіндірді деген сияқты. Сондай бір дүниелермен ғана болды. Баласы ханым, Перизатты көргеніме қатты қуанып тұрмын. Қош келдің біздің студияға қайтадан. Негізі, енді Баласы ханым, Перизат жоқ кезде ол жақта қатысушылардың тарапынан сондай сөздер болды ғой. Маманды сағынып қалдым ба, не жылап отырсың деген сияқты. Бірақ мен шынымен де Нұрсұлтанға тамсанып отырмын. Ең басында қалай тамсандым? Негізі бір жасы кішкентай болса да, Нұрсұлтан тірліктері әрқашанда үлкен ер азаматтың тірліктері. Сонау жаққа барып, сөйлесіп, кәдімгідей енді бір ата-анасымен танысу деген үлкен бір қадам ғой. Содан қорықпай барып танысып, ағасымен сөйлесіп, осылай студиямызға жарқырап кіргендерін үшін қатты қуанып тұрмын. Сол бастаған міне қалай қадамдарыңды ешқашанда жоғалтпаңдар, осылай әдемі жүре берсеңдер. Негізі шынымен де бір сырттағы адамдардың айтқандары, мен ойлаймын, оларға қатты мән берудің қажеті жоқ, бірақ шынымен де бір өмірінде сондай бір период болады, өзін итак шаршап жатқан кезде сол сөздер бір үстіне давка болып кетеді шынымен де. Бірақ мүмкіндігінше сол сөздерге мән бермесеңдер жақсы болады деп ойлаймын. Баласы ханым, Шолпан, Перизат қош келдің, көргеніме өте қуаныштымын, жарқырап отқаныңа. Негізі мына жерде бар нәрсенің қадірін білмейсің дейді. Осы жерде отырған кезде енді шамалы қарсы пікірлер айтқаным бар тұғын, өйткені менің мына жерде Нұрсұлтанға деген сенімім болмаған еді бастапқыдан бастап, себебі бұның алдыңғы қарым-қатынастары ондай қатты результаттар көрсетпегендіктен. Ал қазір қарап тамсанып отырмын, ер азамат болып, батыл болып барып ата-анасымен танысып келгені ол серьезный шаг деп ойлаймын да. Және де Перизаттың қуанып отқанына мен де қуанып отырмын. Бәрібір все-таки мы были подругами деген сияқты. Сол үшін саған бақыт тілеймін, өте қуаныштымын. Рахмет, я Баласы ханым, ақырке дайыма маға жазып жүрді, все өте хорошо, қачан келесің деп. Бұл жерде мен өзіме жақын тұтқан қыздар тоже оказывается маған қашы сөздері сөйлеген бар ке, мама деп андай деп типа Нұрсұлтанға тиешіпші. Мен алар жөнінде жаман сөз сөйлегім деле келбейді. Жаман адамның аузынан тек қана жаман сөз шығады деп айтқым келеді. Бірақ мен сілерге ешқашан ренжіген жоқмын. Ладно, не деп сөйлесеңдер дағын, ал өзіңердің миыңарға жараша сөз айттыңар деп айтқым келеді. Так, Шолпан, рахмат чоң. Сіз сөзіңізге прям қуанып қалдым. Баласы ханым, мен Нұрсұлтанға сұрақ қоя кетсем, қызық. Сенен анасымен не істедің ғой, кестің ғой, анасын қалай атадың? Мама дедің бе, тәте дедің бе, не ғой деп бір құтылып кеттің бе? Жоқ, әжеке дедің. Әжеке деген біздің бір сөзбен айтқан кезде әпке деген сөз Баласы ханым. Расымен де енді апа деуге әлі ерте деп ойлаймын, ол нәрсе енді. Апа деген, мама деген сөз біздің қазақ тілімен аударғанда Баласы. Баласы ханым, енді Перизат қош келдің. Сен бірінші жігітіне қарабал деген келеді, өйткені осы ортада отырғанда ол бірінші бастап менің сторонама неше түрлі әңгімелер айтқан. Сіз бірінші біреуге атылмас бұрын біліп алып сөйлеу керек едіңіз. Енді өтірік емес қой балаңыз екені. Ол бірінші бастады деген сияқты. Бірінші көру керек едіңіз эфирді. Сосын барып әңгіме айту керек едіңіз маған. Мен саған еш айтылған Перизат сөзіңізді бөлейін жауап бересіз. Бізде дәл қазір жарнамадан кейін жалғастырамыз.